Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 68-ші сабақ 12, 13, 14-ші жаттығулар. 12-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Ересек оқушы. Әбілхан тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Өмірінде оқулық ұстап көрмеген Әбілханға оларды түсіну қиын еді. Есеп тіпті ауыр. Бірде мектеп директоры Әбілханды шақырып, оңаша сөйлесті. Сонан соң сыныбындағы 2 баланы шақыртып алып, ертеңнен бастап Әбілхан сурет студиясында оқиды. Екеуін кезек-кезек студияға ертіп барып, оған тілмаш боласыңдар деді. Әбілханды ертеңіне суретші Худовтың үйіне Дәлденбаев ертіп барды. Үйден шашы аппақ қудай көзілдірікті шал шықты. «Қош келдіңіздер» деп үйге өзі бастап кіргізді. Жаркенттенсің бе деді ол. «Білем, ол жерлерде болғанмын, тамаша таулы өлке» деп жер жаннаты Жетісуды жанындай жақсы көретінін айтты. Үйренуге, сабақ алуға келдім дегенде Хлудов қатты қуанды. «Міне, жасым 70-тің 8-інде өмірімде алғаш рет қылқалам ұстаған қазақ суретшісін көріп отырмын» деп қоштасарда бір қорап акварель қағаз берді. Авторы Әміртай Бөреевтен. Енді балалар тапсырманы орындаймыз. Тірек сөздерді белгіле. Мәтіндегі тірек сөздер: мектеп, мектеп директоры, Әбілхан, суретші, Хлудов, акварель, жер жаннаты, қылқалам, Жетісу, Жаркент сөздері бола алады. Мәтін кім туралы? Мәтін Әбілхан Қастеев туралы. Ол кімнен сабақ алды? Ол белгілі суретші Хлудовтан сабақ алды. Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың? Өйткені Әбілхан үйдің үлкені болды. Ол анасы мен артындағы бауырларын бағу үшін, оларға көмектесу үшін оқымады. Мәтін неліктен ересек оқушы деп аталды? Өйткені мектепке оқуға келгенде Әбілхан Қастеевтің жасы 25-те еді. Сол себепті мәтіннің аты ересек оқушы деп аталды. Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жазыңдар. Мәтіндегі жалқы есімдер: Әбілхан, Дәлденбаев, Хлудов, Жаркент, Жетісу сөздері. Келесі 13-ші жаттығу. Көптік жалғауларының тестісін қойып жазыңдар. Ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Көпше түрдегі зат есімдердің астынсыз. Ол сөздер: суретшілер, балалар, жеңімпаздарға сыйлықтар сөздері. Келесі 14-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Өлеңді оқып, мазмұнына сай сурет салып көріңдер. Суретші боламын. Суретші болам өскенде, саламын туған даламды, қызарып батқан кештерді, жұмыстан қайтқан анамды. Бояуын құям аспанның, басына биік асқардың. Суретін салам сағынсам, бірге оқыған достардың. Авторы Қанипа Бағыбаева. Енді балалар осы өлеңнің мазмұнына сәйкес өздеріңіз сурет саласыздар. Суреттердің тақырыбы: туған дала, қызарып батқан кеш, мейірімді ана, көк аспан, немесе достарыңның суреті болуы мүмкін. Өзіңе ұнаған осы тақырыптардың ішінен біреуін таңдап сурет салыңдар. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Және маған тіркеліп, арнаға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңдар балалар.